Армысыздар, құрметті оқырмандар. Күнделікті қызықты видеоларды жоғалтып алмас үшін арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алға қайрат! Вперед, қайрат! Алға қайрат! Қайрат чемпион! Мына қыз деген стилистпен жұмыс жасап сұмдық болып кетті. Мына қараңыздар, мына көйлекті қараса қой болды құрсын. Өлә, андағы духи обал емес па андағы духиға сонша. Мына киімді қарасаңыздар, етікті қарасаңыздар, құдай-ай, шықшы бол тез көрсетейін. Ал, бері қара, ал. Стилистпен жұмыс жасайтын қыздың киімі. Бота артық кеткен кастатен деген. Кәдімде артығын. Күшті болып тұрсың, прям соска болып тұрсың. Әдемі болып тұрсың. Күшті, керемет. Все, кеттік біз деген. Әп-әдем болып киініп алып. Жақсы көрген оларды қатты. Мен асырап алдыңдар ма? Не өз? Мен балаңыз емеспін ба? Сен біреудің баласың. Бағзат болғанда сен жайында тұра беретін бе? Мен папамның баласымын. Папа кішкентай кезімде мені алып шығатында кенжесін қалдырып кететін мамасына. Содан бері сол мамасы кенжесіне жабысады, кенжесі мамасына жабысады. Мен вообще ешқайға алып кетпейтін. Деп па? Ең достыған алатын деп. Әне. Әлі күндері ренжіп жатыр. 32-дегі інім папасына ренжиді. 24 жыл бұрын қайтыс болып кеткен папасына ренжиді інім. Мені кішкентай кезінде алып кетпеген деп. Елдарлармен тұрғандағы қызық, бізбен тұрғанда қызық. Сендермен тұрғанда қызық емес. Вообще үйде адам жоқ сияқты. Аналармен ұшу қандай күшті. Ұшу етіп жүресің. Сен үйде жоқсың постоянно. Не? Лағып жүресің деп. Өлә. Жұмыспен жүрсең де лағып жүресің, жұмыссыз жүрсең де лағып жүресің. Өзіңіз отырып шай бермей маған да құйып бересіз ба? Өзің қой, шай ішпейін деп отырсың ғой өзің. Апам шай деп ішейікші болса. Апамның деп Омар айтады, сен емес. Апамның шайы деп. Омардың апасының шайы онда. Соны ішеміз. Омаритолар көшіп кетті, сол шақырып алдық үйге. Не дедің бағана, Омар? Не дедің бағана? Қандай видео түсіреміз? Қандай видео түсіреміз? Мен айтам бе құрсын? Шапақ. Екеуміз негізі бір-бірімізге өз прикол ұстаймыз. Мен мама ішпесе де мен ішет деп прикол ұстаймын ғой. Сен бір соғышна темекі шегесін. Ол рас. Өтірік. Ақиқат. Ойбай, бөлмеңізге барып жатып, жылауды бірақ қойыңыз енді. Қашып кетпесін, ана үйді сағынып жүрмесін деп өтігіңізге дейін әкеп қойдық қой міне. Бүкіл удобство бар ма? Бопты, давай. Давай. Шешіп жатты, кетші ба? Болды, давайте. Күйіктің күлкісі бар деген не екенін айтайын ба? Өшім былай ғой. Маған мына адам Ақтауда лестница жасайды деп номер береді. Мен о адамға хабарласам. 2 апта бұрын хабарласып қоямын да, аға мен сізге лестница жасатамын, келіп өлшеп маған бағасын айтыңыз деймін. Содан бүгін кездесетін болып келсеміз, мен адресті жіберемін шығыс деп та, өзіміздің адресімізді жіберемін. Сағат 3-те кездесетін боламыз. Сағат 3 болады. Сосын мен айтам, аға жазады маған. Мен келіп тұрмын ғой, сіз қайдасыз дейді маған. Мен айтам, мен тұрмын ғой, сіз қайдасыз деймін. Содан не дейді, бірдеңе жылтырағы бар, не жерде тұрмын ғой дейді. Қой аға, не жылтырақ, сен не айтып тұрсың? Қой жылтырақ ондай не жоқ, сен қай жерде тұрсың, сен местоположение жіберші десем, 2000 километр деген местоположение. Сөйтсем, анау ағам Алматыны келген ғой. Ой, Алматыда шығыс деген бір адрес бар екен ғой. Еще маған қоймайды, қаланың іші ма, қаланың сырты ма сенікі деп. Мен айтам, аға құрсын, шығысты білетін шығарсыз. Еще мен айтып тұрмын, құрсын, аға шығыста құрсын, шығыс жақын ғой, қаланың іші ғой, аяқтың қаланың сыртысы не айтып тұр десем, мен де картада қаланың сыртын көрсетіп тұр деп кеше айтқан негізі маған. Мен айтам, қой қаланың сырты емес, шығыс негізі іші, түсінбедім деп қой, мән білмеген ғой сонда. Сонымен қайдас сөйтсем, ағам Алматыдағы шығыс деген бір не бар екен, тоже қаланың шетінде бір көше бар екен. Сояқта күтіп тұр ғой мені. Мен Ақтауда шығыстың алдында оны күтіп тұрмын ғой, ал ойлашы. Сосын мен айтам ғой, аға сен қай қаладансың дедім, Ақтаудасың ба деп жазып жіберсем,
сіз Ақтаудасыз ба дейді маған. Иә, мен Ақтаудамын десем, мен Алматыдамын ғой дейді. Ақтауға 2 октябрь келем дейді. Жақсы дедім. Видеоға түсіріп жібере ғой, маған мен примерно бағасын айтам деді. Енді жақсы деп сөйтіп сонымен келістік. Сонда ол да сұрамаған, мен де сұрамағам. Сонда Ақтау туралы әңгіме айтпағанбыз ғой, қала туралы да. Мен Ақтаудың адамы деп ойлап болып тұрмын ғой кәдімгідей. Құрметті көрермен, бізде студияда жаңа қатысушы, аты Саида. Бізде жақында ғана қонаққа келіп кеткен Айсажанның туған әпкесі. Қалыңыз қалай, қош келдіңіз. Қатты қобалжып жатырмын, дірілдеп жатырмын на самом деле. Қуаныштымын келгеніме, бәріне қошемет. Жасыңыз нешеде? 25 жастамын. Моляның қайын әпкесі болып келесіз, бұйырса? Будущий қайын әпкесі боламын, бұйырса, иә. Молямен өзіңіз жеке танысыз ба? Иә, мысалы бұл полный образда екеуміз жинадық. Мен ризамын Моляға. Өте көмектесті, біз екеуміз құрбы сияқтымыз. Енді бір келерде кеңес беріп жіберген шығар. Қобалжыма, өзіне сен деді. Сен де бақытыңды табуға лайықтысың деді. Өте керемет жансың, бірақ мен просто до сих пор қобалжымды баса алмай қойдым. Саид ағай, үміткер болуларыңыз келсе, міндетті түрде бізге жазады. Бля, андай адамдарға таң қалам. Жаңа енді айтып жатырмын ғой, патриот болып өзіміздің елдің, өзіміздің жаңағыдай қайратты қолдайық, үйтейік деп ше. Сөйтсем бір далбайып жазып жіберіпті. Сен қайдағы патриот, сен өзбек емессің ба деп. Шешесі. Осы түсінбеймін да енді. Мен осы Қазақстанда туылып өскен, Қазақстан азаматымын. Не істеймін мен барып шешесі? Басқа елді қолдаймын ба? Сен далбайыпсың ба? Өзің қалай түсінбеймін осындай адамды. Ренжімейсіздер боқтағанда просто андай. Бля. Бір жағынан көзің ашып жібереді. Уже басталып кетті ау деймін. Смотрите, ребята. Атмосфера в Алмате капец. Классная. Барлығына сәлем оқырмандар. Мен осы жердегі қатысушыларды көріп бір сағынышым басылып жатыр. Көп күн бойы эфирде болмадым. Көп адамдар сұрады. Шығып кеттіңіз ба, немесе кетіп қалдыңыз ба деген секілді. Бірақ мен кеткен жоқпын. Мен белгілі бір отбасылық себептерге байланысты болмадым эфирда. Сондықтан да бүгінгі эфирді көріңіздер. Бүгін мен ортада болуым мүмкін деген секілді. Достар, мына жерде барлығы Қайрат пен Реалға балет етіп жатыр. Салтанат ханым айтады, ішімізде Реал, сыртымыздан Қайрат. Реал деп отырмыз енді. Шарқсымыз. Қайрат, Реал. Қайрат. Жеге бедікші. Бедік сайта короче. Сондай не бар футболда? Бәрін бар. Салтанат ханым, қалыңыз қалай? Ничего, жақсы, рахмет. Салтанат, сіз болашақта балаңыздың, қызыңыздың есімін қалай қоясыз? Келісімен қоямыз ғой енді, бірақ та егер де маған бір тоже қоятын болса, мен мамамның атын қоятын едім, мамам аты Элеонора. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.